Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге ең оңай дайындалатын десерттердің бірі картошка пирожныйның рецептін ұсынғым келеді. Жасау жолы өте қарапайым, тез дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпа. Бізге қажет ингредиенттердің барлығын видеоның астына жазып қоямын. Ең бірінші бізге печенье қажет. Бұл жерде қалаған печеньеңізді қолдануыңызға болады, тек қана салмасыз болу керек. Қарапайым осындай печенье, сгущенка, какао қажет және де ерітілген сары май. Жылы болып тұру керек сары май. Ең алдымен печеньені алып үгітеміз. Егер сіздерде блендер болса, блендермен бірнеше секундта тез үгітуге болады. Егер ондай болмаса, онда целлофанға салып, оқтаумен үстін басып ессеңіздер болады. Ең бастысы осындай крошки шығу керек, орысша айтқанда, ұнтақ болу керек. Соның ішіне какаоны саламыз. Ерітілген сары майды құямыз. Сары май кішкене жылы болып тұру керек. Қатты ыстықта болмаған жақсы, жылы болып тұрса жақсы біргеді. Араластырамыз. Одан соң сгущенканы құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Қалауыңызша банан, жаңғақ, әртүрлі жемістерді, мейізді қосуға болады. Бізде ең бастысы осылай қолымызбен біріктірген кезде бірігіп жабысуы керек. Картошка формасына енгіземіз. Дөңгелек қылып жасасаңыздар болады, немесе осындай сопақ күйінде жасасаңыздар болады. Барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Мінекей осылай оп-оңай жасалады. Үстін әдемілік, әсемдік беру үшін үстіне какао сепсеңіздер болады. Және де жаңғақтармен немесе кокос жаңқасымен әсемдеуге болады. Картошка десертіне қосатын какао ащы болмауы керек. Арнайы осындай тәтті бәліштерді жасауға арналған какао болса, жақсы дәм беріп тұрады. Біздің картошка десертіміз дайын, үстінмен жаңғақпен әсемдедім, бірақ бұл міндетті емес, барлығы өзіңіздің қалауыңызша. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балалар осы десертті өте сүйіп жейді, және де байқасаңыздар 5 минутта дайындалады. Достар, егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, міндетті түрде комментарий жазып қойыңыздар, лайк қойып, каналдың дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар деймін. Баршаңызға көп алғысымды білдіремін. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.